Кешірік достар, сізге қазір пресетті орнату үшін Lightroom деген бағдарлама керек болады. Ол біздің қажет құралдар каналымызда бар. Жүктеп алыңыздар. Пресет дегеніміз не? Мінекей. Пресет дегеніміз, яғни суретке бір рең беру. Қоңыр, көкшіл, ақшыл, қап-қара суреттерді кішкене ағартатын ақшыл рең береді. Аппақ суретке қара салуға болады, кішкене қарайту үшін. Мына жерде көріп отырсаңыздар, кішкене барлығы, яғни біркелкі рең. Инстаграмда болады ондай парақшалар, біркелкі реңмен жүретін. Қоңыр, көк немесе қара, оларды пресет деп атайды. Мінекей. Қалай айтсам екен, көрініп тұр ғой мына жерде міне қоңырдау, кешіріңіздер. Осылай жасауды үйретемін. Ол үшін біз жіберіп отырамыз дайын пресеттерді. Өздеріңізде тауып алсаңыз болады. Google'де толып тұр. Бірақ та Lightroom'ға DNG деген формат керек болады. Компьютердің форматы басқа. Бұны да компьютерде пайдалануға болады, бірақ оны конвертировать ету керек болады. Бұны қалай жүктеп алып пайдаланамыз? Былай басасыздар. Жүктеліп жатыр. Үстінен басасыздар, яғни осының өзін басқан кезде жүктеу жүреді. Содан кейін 3 нүкте бар. 3 нүктені басасыздар да поделицаға кіреміз. Ең оңай жолы. Поделицаға кіргеннен кейін осы жерден Lightroom'ды тауып аласыздар. Мына жерде болмаса, мына 8-дікте. Мына жаққа жылжытасыздар. Оңнан солға қарай жылжытасыздар да осылай жүргізесіздер. Сонымен Lightroom'ға кіргіземіз. Мінекей, выполняется добавление. Қосылды деген сөз. Енді әрі қарай Lightroom'ға кіреміз өзіне. Жаңағы фон бізде қосылды, мінекей. Көрдіңіздер ғой. Бұл қосылғаннан кейін сіздер енді басқа бір суретті бояу мақсатында суреттерді қалай кіргізесіздер. Мысалы, керек емес нәрселерді былай долго басып тұрсаңыздар үстінен осылай шығады. Удалить. Пресет, бұларды пресет, мен удалить етіп тастайын. Енді қосылды пресет. Все фотода пресетіңіз тұр. Сізге енді өзіңіздің суретіңізді қосу керек болады. Жай ғана мынаны таңдайсыздар, плюсты. Осы жерден қазір кез келген бір суретті таңдап алып, осы қоңыр түске бояймыз. Рең береміз, яғни. Мынаны алайық, 3 баланы. Қосылды, мінекей. Енді мынаның пресетін бізге сақтап алу керек болады. Оны қалай сақтап аламыз? Настройкасын енді. Настройканы 3 нүктеге кіреміз қайтадан. 3 нүктені кіргеннен кейін, мына жерде шығып кетті. 3 нүктеге кіргеннен кейін, мына жерде скопировать настройки бар. Бірінші осыны жасаймыз. Скопировать еткеннен кейін, мынаны басамыз. Ештеңке тиісіп керек емес, өйткені ол осы пресетке пайдаланылған настройкалар. Галочканы бастық, скопировано болды. Енді ары қарай тура осы жаңа 3 нүктені басып, создать стильге кіреміз. Создать стильге мына жерге өзіңіз жазасыз. Мен мысалға оны стиль 01 деп қояйын. Содан кейін сохранить. Сақталды. Енді қараңыздар. Все фотоны ашамыз. Мына суретті басамыз. Енді бұған мен жаңағы стильді беруім керек. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, қалың настройкалар бар. Яғни бұл жерде өзіңізде де жеке бір пресет жасасаңыз болады, жаңағы реңін. Цветін келтіру арқылы былай, мінекей. Бірақ біз дайын пресетпен жұмыс жасауымыз келеді. Сондықтан былай істейміз. Бұны жауып тастаймыз. Жай ғана
былай қарай жүгіртеміз. Ең соңына апарамыз. Мына жерде стили деген бар, міне көріп тұрсыздар ғой. Стилиді басамыз. Сіздерде ең бірінші мынау осылай ашылуы мүмкін. Цветной, креативный деген сияқты. Сіздер жоғары қарай көтересіздер. Сол кезде ең астында наборы пользователя деген бар. Яғни мен сақтап алған набор, немесе өзім жасап сақтап қойған набор. Набор пользователін басамыз. Мен 0.1 деп сақтағам. Мінекей стиль 0.1 тұр. Басамыз. Дайын. Біркелкі реңді Инстаграмда осылай жүргізуді ешқандай фотошоптың көмегінсіз. Не? Былай әдемі негізі. Неден көр, өзінен көр, иә? Қараңыздаршы, өзі былай болды. Мен оны былай қылып. Екінші стиль бар, мен алдында сақтағам. Ол ағартып тастайды. Қызыл сарын алсақ, қысартып тастады. Мынау жақсы. Болды, осылай сақтап, осылай жұмыс жасауға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға асырыңыздар. Сохраните. Скопировать настройки емес. Болды, сақталып тұр екен.